Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз фонетиканы қалай аламыз. Бұл ютуберлерге арналған видео болады. Фонетика дегеніміз ютубтың өзіне қоюға болатын авторлық құқығын сұрамайтын музыканың жиынтығы. Ендеше видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Каналға жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші фонетиканы телефонмен қалай аламыз, соны көрсететін боламын. Себебі ноутбукпен алу өте оңай. Ең бірінші телефоннан біз Google-ге кіреміз. Google-ге поискке біздер YouTube ПК деп жазатын боламыз. ПК дейміз, персональный компьютер версиясын кіретін боламыз. Және ең бірінші тұрған мына, соны басамыз, сайт шығып тұр. Мына қарасаңыздар, компьютер версиясына кірді. Көрсеңіздер, жақындатып, екі саусақтың көмегімен үлкейтіп, кішірейтіп болады. Менің мына жерде каналыма кіріп тұр. Мына менің қызымның каналы. Мен осыны көрсетуіне басып, семейный аккаунтта ауыстыруға болады. Мен осы аккаунтта тұра берсін. Енді сіздерге қалай көрсетем. Мына жерде басқаннан кейін, көріп тұрғаннан кейін енді мой канал деп басамын. Мой канал деп басқаннан кейін мына жерде барлығы шықты. Былай жылтыраңыздар көрініп тұр. Міне. Яғни компьютер версиясын көрсетіп тұр бізге. Енді біздер мына жерде настроить вид канала деп тұр. Соны басамыз. Яғни точка студия ашылды. Телефондан компьютер версиясы ашылды. Енді сол жағына мұқият қарасаңыздар, мына сол жағына үлкейтіп, екі саусақтың көмегімен үлкейтіп болады. Астында музыканың белгісі тұр. Соны басамыз. Соны басқанда фонетика шығады бізге. Қараңыздар, бұл бізде ютубтың ешқандай авторлық құқығын сұрамайтын видео салғанда біз осыны пайдаланамыз. Басқа приложениеден жасап, сол жақтың музыкасын салатын болсақ, бізге ютуб авторлық құқықты шығарып беретін болады. Сол үшін сіздерге ертең монетизация қоспай қояды. Сондықтан мына жерде фонетиканы қолданыңыздар. Енді бұны қалай істейміз? Басамыз. Басқадан бұл жүреді. Жүріп жатыр. Келесін тыңдаймыз, өйстіп. Енді керек болатын болса, ұнайтын болса, міне жүргенде үстін бассаңыздар, қасына скачать деген шығады. Оған шейін шықпайды, тек музыканың үстін бассаңыздар, плейде басқанда скачать деген шығады. Сол скачатты басамыз. Басқаннан кейін бізге телефонға жүктелетін болады. Мына жерде мен бұрын алғанмын, тағы да аласыз ба деп тұр. Скачатты бассам, мына жерде менде жүріп жатыр. Көретін скачана одна файла. Бұл біздің кәдімгі телефондағы музыкамызға түсетін болады. Енді біз оны скачан деп тұр. Енді біз кез келген видео жасап, видеомонтаж жасап, соған осы алған видеомызды қоятын боламыз. Осылай бізде мына жерде өте көп. Астына жүріп берсеңіздер, үстіне істеп өте көп. Осыған керекті музыкаңызды алып, видеоңызға салуыңызға болады. Достар, егер бүгінгі берген ақпараттың пайдалы болса сіздерге, каналға жазуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар және достарыңызға таратыңыздар. Бақыттарыңызға рахмет. Кездескенше.